Мінезді көркемдейтін жиырма нақыл сөз. Бірінші, шүкіршілік. Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Екінші, аманатшылдық. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Үшінші, терең түсінік. Егер әр адам қасындағы кісінің жүрегіндегін көре алса, оған жаны қатты ашитын. Ішкі таразының әділдігіне көзі жетер еді. Сыртқы өлшемдердің алдамшы екенін терең түсінер еді. Іштарлық, қызғаныш, көрсе қызарлыққа ұрынбас еді. Төртінші, ұстамдылық. Құдыққа тас тастаған адам ол түбіне жетіп дауысы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылықпен көркем мінез таныт, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен де ойласын. Бесінші, байсалдылық. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шашатпағаның дұрыс. Дана ғұламаларымыздың бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін, ал өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Алтыншы, көркемдік. Маған кейде бір адам бір мәселе жайлы айтады. Мен оны ол тумастан бұрын естіп қойсам да, оған құлақ саламын. Кейде бірінші рет естіп тұрғандай күй көрсетемін. Өзің онсыз да жақсы білетін нәрсе жайлы біреу әңгімелеп жатса, оның сөзін бөлмей, білетініңді білдіріп жүрегін жараламай, көңіл бөліп, құлақ салуың мінез-құлықтың аса көркемдігіне жатады. Жетінші, Алла кемшіліктерді жасырушы. Адамдар саған таңқалып жатса, оған масаттанып мақтанба. Себебі олар сенің Алла жарыққа шығарған жақсы жақтарыңды ғана көріп жатыр. Ал олар сенің Алла жасырған жаман жақтарыңнан хабарсыз болғанына шүкірде. Сегізінші, шыншылдық. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, онда ол міндетті түрде жүрекке кіреді. Ал ол тек тілден шыққан болса, құлақтан араспайды. Тоғызыншы, мейірбандық. Дұрыс нәрсені тез танып, жүрекпен түсініп, шынайы жанашырлықпен айтпасаң, ісің бекер. Оныншы, тақуалық. Адамдар сенің сыртыңа қарайды, ал жаратушың ішкі жан дүниеңмен бағалайды. Пенделер үшін сыртыңды ғана әдемілеумен әуре боп, ішкі әлеміңді ұмыт қалдырып, ластап алма. 11-ші, көркем мінез. Кезінде Кейін Хатим деген ғұлама өмір сүрген екен. Бір күні оған бір кісі келіп, бір мәселе жайлы жауап сұрайды. Сол-ақ екен, әлгі кісі байқаусызда жел шығарып қояды. Сол кезде Хатим естімегенсіп, даусыңды жоғары көтеріп сөйлеші дейді. Келген кісіге өзін керең секілді сезіртеді. Осылайша басқалардың қателігінен құлағын тыйған ол Хатим Перең деген атпен тарихта қалған екен. 12-ші, ішкі сұлулық. Көздер ұмытпасын десең, әдемі киін. Көңілдер ұмытпасын десең, көркем мінезді бол. 13-ші, зерек бол. Адамдардың біразы өміріңді сенен бір нәрсе үйрену үшін бақылайтын болса, басқа бір бөлігі қателіктеріңді теру үшін аңдиды. Екі топта саған таң, бірі махаббатпен, екіншісі іштарлықпен. 14-ші, жан тәрбиесі. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. 15-ші, Алла кемел. Мінез құлқыңның жоғары өрлеуінің басы, өзгелердің қателіктерін сөз қылмай, көз жұма қарауыңда, әрі шексіз кемелдік жалғыз Аллаға тән екенін әрдайым санада ұстауыңда. 16-ші, көрсоқыр. Кім өзінің жақсы жақтарынан басқаны көрмей,
әрі өзгенің кемшіліктерін ғана көруді әдетке айналдырған болса, соқыр кісі одан артық болса керек. 17. Сабырлық. Көркем мінез өзгелердің нашар мінезі арқылы қалыптасады. 18. Табандылық. Адамның мінезі көркемделе түссе, жауы азайып, досы көбейе түседі. Қиын істер жеңілдеп, қатты жүректер жұмсарады. 19. Кеудені кең ұстау. Егер саған бір бауырың жайлы жағымсыз хабар жетсе, оны ақтайтын себеп ізде. Ондай себеп таппасаң, мүмкін оның мен білмейтін себебі бар шығар деген ойға кел. 20. Адамдардың саған қандай қарым-қатынаста болғанын жақсы көрсең, сен де оларға дәл сондай қарым-қатынас жаса. Қазақ тіліндегі арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеле кетіңіз.